Баршаңызға сәлем. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздерге тез әрі дәмді болатын тағамның рецептін бөлісетін болам. Ауызашарға өте жеңіл тағамдардың бірі. Алдымен күрішімізді жақсылап жуып алып, ыдысқа салып, үстіне тұз саламыз және су құйып, отқа қойып қайнатамыз. Картоплым тез пісуі үшін осылай барлығын турап алдым ыдысқа және үстіне су құйып, бұны да газге қоямын. Сол кезде картоп тез піседі. Міне біздің күрішіміз қайнай бастады. Енді астын баяу қойып пісіріп аламыз. Енді подливын дайындайтын боламыз. Оған сұйық майымызды құйып, үстіне жуамызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Енді сәбізімізді осылай теркіден өткізіп, жуамыздың үстіне салып, дәміне қарай тұз салып, жақсылап қуырамыз. Міне біздің күрішіміз пісті. Енді бұны сөндіріп қойсақ болады. Енді подливымызды жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша томат салсаңыздар болады. Енді капустамыз осындай қылып ұзыншалап турап алдым. Подливымыздың үстіне салып, оны да жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. Міне картоплымыз да уже пісіп қалды. Енді картоплымды осылай судан бөліп, бір ыдысқа салып алып, үстіне дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап езіп алдым. Енді үстіне жұмсақ болу үшін сүт құям. Бұны жақсылап араластырып аламын. Біздің пюреміз дайын болды. Міне біздің подливіміз де дайын болды. Енді ұсына берсек болады. Өздеріңіздің қалауларынша безендіріп ұсынсаңыздар болады. Асқазанға өте жеңіл тағам. Ас болсын.